Батырлық істеп, осындай лестницамен биік тауға дейін көтерілеміз деп тұрмыз. Мен енді өзіме сондай жауап бере алмаймын, сөзімде тұрмай қалуым мүмкін. Қалай болар екен? Короче, дальше кеттік қой, былай. Лестницамен. Ойбай, ана жаққа баруымыз керек қой. Автобусқа мініп алғанымыз бар енді. Кішкене жол қысқартайық деп. Анау лестницаға көтерілетін. Ол біздің тұрмыс тіршілігімізде жоқ қой қазақтарда. Менде жоқ. Автобусқа отырма. Менде жоқ. Сенде де жоқ. Сіздер шаршап қалды уже. Бір до конца көтерілген де жоқ, уже су ішіп жатыр. Уже су ішіп жатыр. Осындай ақ көтерілгеніміз, бірақ қиын екен. Сен ана істеп жүр, Далиға. Өздерінің чай бар ма? Шай. Суық шай? Біздің Макси чай сияқты ғой, Иә. Ал. Менен кейін 3 метр деген су ішкен. Бірақ әдемі екен, иә? Иә? Ана жерде водопад бар. Водопад ағып жатыр. Не сұлулық мына. Ойбай, ненің даусы? А? Динозаврдың дауысы. Да? Осындай мир фантазиялар. Іздеп жүр ғой. Кім? Динозаврлар. Осындай мир фантазиялар қойып қойған. Камералар бар. Бәрі безопасно. Уже мынау төменде қалып қойды, қараңыздар. Ойбай, әдемі. Әдемі, сұлу. Тап-таза. Ал не деген су? Азап қалды бізде. Ал құтты болсын. Биікке келдік. Вообще биігіне келдік, е. Әйнектің үстінде тұрмыз ғой. Тас қорқыныш жоқ. Бұл қорқыныш қаяққа кетті сонда? Бұл қорқыныш қайда кетті? Қорқыныштың бәрін жеңіп тастағанбыз ғой біз бәле. Тас қорқпаймыз біз, спокойно. Біреулер шыңғырып жатыр.
Мен түсіп келе жатырмыз осындай нәрселермен. Қызықты болу үшін үй жасап қойған ғой, күшті. Қазір тағы да мінеміз. Астына түсуде кәдімгідей. Аяқпен түспейсің, бірақ осындай нәрселермен Сейчас алып сказ кетті ғой. Жетер крутой. Кеп қалды. 160 градус. Бұл жеке ауға шықсаң не орындалады айтшы? Армандар орындалады. Лаунжда отырып тамағымызды ішіп алдық. Бизнес-класстағыларға жағдай қатты жасалған екен. Енді Пекинға ұшамыз бұйырса уже. 还没有登机的旅客，请由1815号登机口迅速登机，谢谢。 Hello. 欢迎您，13排第一座这边请。你好，欢迎登机。 Бизнес-класс. 13 қой ана жақ, иә? Hi, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Welcome aboard flight TS-1987. Clear blue skies ahead, so you're in for a smooth ride. Қалдарыңыз қалай? Бетім идеальный болып тұрған мына жердің свет әдемі екен. Құрметті Өскемен қаласының тұрғындары, неге бізді Өскемен таңдадыңыздар? Неге Өскемен ұнады ма деп жатқан сұрақ көп. Мен енді дайрект ашқан кезде действительно Өскемен ұнады маған. Бүгін кешке Алматыға ұшып, сосын Ақтөбеге барып келетін бір жұмыстар бар да. Өскеменді мен уже қимай отырмын. Бәрібір жүрегім Өскеменде қалып тұр. Кей өңірден бір кеткім келіп кетеді ғой. Тек тез бітсе екен мына жоба. Шаршап кеттім мен мына қаладан дейтін дейші. Ондай жоқ. Шындығым, маған Өскемен қатты ұнады.